Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін бізге Beeline'ның модем туралы айтатын боламыз. Бұл Beeline'ның модемнің бір артықшылығы, ішіне сим-карта тұратын болады. Сим-карта ақша салып қойсаңыз, Wi-Fi ретінде болмаса, үйіңізде компьютерге интернет таратуға болады. Ол үшін біз арт жағын ашып көрсетейік. Мінекейіңіз, крышкасы, батарейкасы мына жақта. Және анықтап қарасаңыздар, мына Wi-Fi-дің паролі тұратын болады. Міне аты жөні тұр, Wi-Fi-дің паролі тұр, қай жылы шыққаны барлығы көрсетіліп тұр. Сим-картаны тұр, екі сим-карта салуға болады. Қазір енді біз осыны қосып, компьютерге қосып, компьютерден интернет таратуды көрсететін боламыз. Және де ары қарай біз бұны қазір компьютерге қосып, компьютерден интернет тарататын боламыз. Ол үшін бізге кәдімгі қарапайым өзіміз қолданып жүрген микро USB-мен компьютерге қосатын боламыз. Оппа, міне микро USB-міздің шнурымыз қосып қойдық. Яқты компьютерге жалғанып тұр. Қазір питание алып отыр. Басып тұрамыз. Міне барлық ақ жанды. Осы жанып болғаннан кейін уже қазір компьютерден ары қарай настройка шығып, соны жалғайтын боламыз қазір. Біз микро USB-ді міне жалғап жатырмыз компьютерге. Жалғадық. Міне CD дисковод Beeline SM25 деп шықты. Бұны жаба саламыз. Ары қарай мой компьютерге кіреміз. Міне қарап отырсаңыздар, міне CD дисковод Beeline деп шығып тұр. Сосын үстіне екі рет басамыз. Міне выберите русский язык дейді. Орыс тілін таңдаймыз. Ары қарай міне драйверді орнататын боламыз. Міне Beeline SM25 установить дейді. Төмен жақта қарап тұрсаңыздар, менде қазір мынада интернет жоқ. Без доступа интернет деп тұр. Қазір міне қосылды. Уже қазір пайда болды. Доступ интернеті пайда болды. Совершение бітті. Міне спок интерфейсі разрешить доступ береміз. Ары қарай енді біз интернет пайда болды. Біз яқтан енді интернет тексеріп көретін боламыз. Ол үшін YouTube-ға кіріп көрейік. Блогерлердің арманы болған шаяқты супер штатив дейді. Соны ашып көрейік. Қайырлы күн достар. Осы ашылып тұр. Өйстіп интернетке кіре бересіздер. Емін-еркін кіріп шығуға болады. Қалтаға салып жүретін ыңғайлы Beeline'ның модемдерін қолданыңыздар. Бұл Wi-Fi-ға да жақсы таратады. Wi-Fi-ға тарату үшін ешқандай қиындық жоқ. Жанында бір тетігі бар, соны бассаңыздар Wi-Fi-ға таратады. Оның астыңғы жағында жаңағы паролі бар, бағана көрсеттім. Сол парольді енгізіп қойсыздар, болды, үйге қойып қойсыз, бір-біріне Wi-Fi жақсы таратып тұратын болады. Сіздердің бұл әдеки каналға тіркеліңіздер, жақсы мақтақты видеолар шығады. Сау болыңыздар.